Баршаңызға қайырлы күн достар. Каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен Қаламқас. Бүгін сіздермен керемет, өте оңай, ерекше печеньенің рецептімен бөлісемін. Ол үшін видеоны соңына дейін көріп, каналыма тіркеліп, видео ұнап жатса лайк басып кетіңіз. Печеньемізге қажетті заттар: ұн, сары май, қамыр қопсытқыш, какао, қант және де 2 жұмыртқа қажет. Өте жылдам, тез дайын болады. Қарапайым, дәмді болып шығатын печенье. Мен ыдысымызға сары майымызды саламыз, яғни үкіштің көмегімен өткізіп аламыз майымызды. Жақсылап екеуін араластырып аламыз. Ұнымыздың жарты бөлігін саламыз. Қолымыздың көмегімен осылай ұнымызбен майымызды жақсылап араластырып аламыз. Енді үстіне қажетті заттарымызды саламыз, яғни 2 жұмыртқамызды, қантымызды және де қамыр қопсытқышымызды. Жақсылап қолымыздың көмегімен жұмсақ қамыр илейміз. Қалған ұнымызды саламыз. Қамырымызды илеп алдық. Осындай жұмсақ қамыр иледік. Енді қамырымды 2 бөлікте бөлдім. Bir бөлігін алып қоямыз. Енді екінші бөлігін үстіне какао саламыз. Какаомыз жақсылап қамырымызға сіңгенше араластырып аламыз. Какао қосып қамырымызды илеп алдық. Енді 2 қамырымызды жарты сағатқа холодильникке қойып аламыз. Қамырларымызды холодильниктен алдық. Енді кішкене ұн себелеп қамырларымызды жайып аламыз. Қатты басып жаймаңыздар. Өте нәзік қамыр. Арасы үзіліп кетеді. 2 қамырымызды осылай жайып алдық. Бірінің үстіне бірін қойдық. Енді рулет қылып орап шығамыз. Мінекей рулет қылып орап алдық. Енді пакетке салып 1 сағатқа холодильникке қоямыз. Кішкене қатуы қажет. 1 сағаттан кейін алып, бөліктерге бөліп, печеньемізді пісіретін боламыз. Қамырымызды холодильниктен шығарамыз. Енді пышақпен бөлеміз. Қалың емес, орташа сантиметрде осылай бөліп шығып, қолымызбен домалап форма келтіреміз. Печеньелерімізді осылай мінекей кесіп алдық. Енді қызып тұрған пеште 180 градуста 20-25 минут қызарғанша пісіріп аламыз. Қызып тұрған табамызға печеньелерімізді саламыз. Кішкене арасын алшақтау қылып саламыз, себебі піскен уақытта көтеріледі. Мінекей салып алдық. Енді пісіріп аламыз. Ал мінекей печеньелеріміз дайын болды, яғни печеньеміздің атын оливка деп атадым, себебі ұлуға ұқсайды пішіндері, формасы. Өте әдемі, керемет болып шыққан. Көп уақытыңызды алмайды. Өте қарапайым, құрамы үйде бар заттардан жасалынады. Арасын өзі керемет болып пісіп шыққан, жұмсақ мінекей. Үгітілмелі, яғни дәмін көрейік. Дәмі деген керемет болған. Сіздер де дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Видеом ұнап жатса лайк басып, комментарий қалдырып, жанындағы қоңыраушаны басып қойыңыз. Себебі менде күнделікті жаңа рецепттер шығып отырады.